Ұлы Отан соғысы басталған уақытта Қазақстанның ауыл шаруашылығына 1 миллионнан астам адам жұмылдырылды. Олардың басым бөлігі өз-өзіне аяушылықпен қарамай барын салып еңбектенді. Сондықтан да биік нәтижелерге қол жеткізілді. Қазақстанда 1936 жылы Сәмен Өтепбергенов есімді диқан қызылшаның өнімділігі бойынша әлемдік рекорд орнатады. Айта кетейік, бұл дәнді дақыл біздің республикамызда небәрі 7 жыл ғана өсірілген еді. 1940 жылы Ақтөбе облысының Құрман колхозының звено басшысы Шығанақ Берсиев тару өнімділігі бойынша әлем рекордын орнатады. 1 гектардан 202 центнер алады. Қызылорда облысының тумасы Ыбырай Жақаев та күріш өнімділігі бойынша әлем рекордын орнатады. 1 гектардан 172 центнер өнім жинады. Соғыстың алдындағы жылдарда ауыл шаруашылығының дамуында өзіндік қиындықтар, мәселелер болғаны даусыз. Дегенмен, Қазақстан Ресей мен Украинадан кейін одақтың астық дайындайтын үшінші базасы болатын. 1938 жылы қазақстандық колхоздар еліміздің барлық республикаларының ішінде астық жинауда ең жоғарғы көрсеткішті көрсетті. Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін республиканың ауыл шаруашылық қызметкерлері соғыстың мәнін түсініп, одан бетер үлкен жауапкершілікпен, ыждахаттылықпен еңбек ете бастайды. Дәл осы кезде қазақстандық колхоздар астық тапсыруды 18 миллион пұттан асырып, етті 11,5 миллион пұтқа, сүтті 2 миллион центнерге дейін арттырады. Армияға Қазақстанның 110 мыңнан астам жылқысы жөнелтіледі. Ауылдық шаруалардың біразы дала мен фермаларда жұмысын жалғастырса, саны 1000-нан асатын шаруалар соқа мен кетпендерін мылтық пен автоматқа айырбастап, трактор мен комбайндардың орнына әскери көліктерге отырады. Майданға кеткен ерлердің орнына балалар, қарттар, әйелдер еңбек етеді. Басқа да еңбекшілермен бірге майданға қызылордалық колхоздардың бірінен Әнуар Әбутәліпов те аттанады. Бұл 1943 жылы болған еді. 1944 жылдың қазан айында станокты пулемет тобының командирі Әнуар Әбутәліпов Тиса өзенін өту кезінде бұйрықты бұлжытпай орындайды. Жаудың қарша боратқан оғына қарамастан немістер орналасқан жағаға барлау жасайды. Кейін қайтып келіп, жағаға жауынгерлер мен оқ дәрілерді өткізіп, жаралыларды кері қайтарады. 1,5 тәулік ішінде Әбутәліпов бүйірін әбден оқ тескен қайықпен өзеннен 47 рет өтеді. Қолбасшылық батыр жауынгерді Кеңес одағының батыр атағына ұсынады. Фашистік армиядан Венгрияны азат ету күрестерінде Шығыс Қазақстан совхоздарының бірінен шыққан Мұқатай Әбеуловты көзге түсті. Жарақаттанған Әбеуловтың оң қолындағы саусағын дәрігерлер кеседі. Одан кейін ол біраз күн госпитальде жатады. Кейін гвардия қызыл әскеріне жарты жылдық демалыс беріп, жауынгерді қайтарады. Бірақ Мұқатай демалудан үзілді кесілді бас тартып, майданға оралады. 44 жылдың 8-26 қазан аралығында зеңбірек нысанашысы Әбеулов жаудың тылында қалған венгерлік 4 елді мекен үшін қанды ұрысқа қатысады. Оны дұшпан жан-жақтан қарудың барлық түрімен, оның ішінде жердегі нысанаға қолданылмайтын зенитті құрал арқылы да атқылады. Бірақ ер жүрек зеңбірекшіні бұл да тоқтата алмайды. Талай жауды жер жастандырған нысанашы 44 жылдың желтоқсан айында қаза тапты. Ол жаудың Будапешттік тобын қоршау кезінде қаза тапты. Қайтыс болғанға дейін 2 апта бұрын Әбеулов туғандарына хат жолдайды. Құрметті әке, ана, Радихат әте, жұбайым Ғайша, қарындасым Сарқыт, қызым Тілеужан, барлық туған туысқандарым амансыңдар ма? Сіздерге жалынды сәлем жолдайым. Аман есен жүрсіздер ме? Мені уайымдамаңыздар, мен тірімін, сау жүрмін. Кавалериялық корпустың газет редакторының бұрынғы орынбасары Леонид Васильевич Русиннің қызына жазған хатынан. Ол үлгілі жауынгер және жақсы жолдас болатын. Топта және батареяда жолдастарына деген көңіл үшін оны барлығы құрметтейтін. Мұқатай Әбеуловқа батыр атағы қайтыс болғаннан кейін берілді. Сондай-ақ Қойгелді Аухадиев, Валерий Федорович Величко, Төлен Қабыловке, Илья Васильевич Қаратаевқа,
Клим Тимофеевич Клиновицкийге, Ормаш Тоқтыбаевқа, Николай Евсеевич Лутқа да батыр атағы қайтыс болғандарынан кейін берілді. Шығыс Қазақстан облысының тумасы, бұрынғы колхоз төрағасы Қойгелді Аухадиев Днепр үшін күрес барысында 1943 жылы көзге түскен болатын. Припять өзенінен өту кезінде танкке қарсы қару ротасы тобының командирі барлық бөлімшеге өткелді қамтамасыз ету үшін өзеннен бірінші болып өтеді. Жаудың қарсы шабуылына тойтарыс беру кезінде қарсыластардың бірнеше танкысын және өздігінен жүретін техникаларын атып түсіреді. Сол жылдың қыркүйек айында Аухадиев жаудың бронды техникаларының шабуылына тойтарыс беру кезінде ерлікпен қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысының тумасы, Ақтөбелік совхоздың слесарі Валерий Федорович Величко Т-34 қаруының командирі болатын. 1944 жылдың қыркүйек айында Величконың танкі жаудың 8 брондалған машинасымен шайқасқа түседі. Экипаж шабуылға тойтарыс береді. Алайда экипаждың барлық мүшелерінен механик жүргізуші ғана тірі қалады. Төлен Қабылов майданға кетпестен бұрын Алматы облысының колхозында бухгалтер қызметін атқарған. 1945 жылдың сәуір айында Кенигсберг үшін күресте Қабылов басқарған бөлімше ротаның өтуіне бөгет болған жау орналасқан үйді фашистерден босатады. 2 күннен кейін жаудың басым күшінің қарсы шабуылына тойтарыс беру кезінде немістің өздігінен жүретін соғыс техникасын гранатамен жарып, өзі де қайтыс болады. Бұрынғы алматылық комбайншы Илья Васильевич Каратаев Литвадағы Багратион операциясы кезінде көзге түседі. Атыс взводының командирі жаудың 14 танкысының жақындап қалған бірінші болып көреді. Тосқауылда 2 қару орнатып, брондалған машиналар батареясының шабуылына тойтарыс береді. Танктер көрші батареяға шабуылды бастаған кезде, ол зеңбіректерді қайта бағыттап, оны да тоқтатады. Каратаев Литваның Шакай қаласының маңындағы Шығыс Пруссияға шабуыл кезінде 1944 жылдың қазан айында қайтыс болады. Шығыс Қазақстан облысының тумасы, колхозшы Клим Тимофеевич Клиновицкий Польшадағы Багратион операциясы кезінде ерлік көрсетеді. Клиновицкий басқарған станокты пулеметшілер тобы 1944 жылдың шілде айында Люблин қаласының маңында қоршаудан кері шегінген эскадронды қорғайды. Жаудың 2 ротадан астам жасағы пулеметшілерге қарсы шабуыл жасайды. Клиновицкийден басқа жауынгерлер қаза табады. 2 шабуылға тойтарыс берген ол кейін шегіне бастайды. Бірақ үлгермейді. Жаудың 60 десантшысы мен 4 танкысы оны қоршауға алады. Десантшыларды тойтарып, барлық оғы таусылған Клиновицкий 2 гранатаны алып, танкының астына құлайды. Қызылорда колхозының бұрынғы шаруасы Ормаш Тоқтыбаев 1944 жылдың шілде айында Латвияның Бауск қаласының маңындағы ұрыста көзге түсті. Айқас 1 тәуліктен астам уақытқа созылды. Қарсыластың оғынан біздің жаяу әскер бас көтер алмайды. Жауынгерлердің көбісі оққа ұшады. Бірақ пулеметшілер бөлімшесінің командирі Тоқтыбаев қарша бораған оқ астынан баспалай тұрып, жауға оқ жаудырады. 20 фашист пулеметшіні қоршауға алады. Тіпті біреуі пулеметтің оқпанына жармасып, қолын күйдіріп алады. Тоқтыбаев оғы таусылған соңда автоматтың дүмімен шайқасып, ерлікпен қаза табады. Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы жылқышысы Николай Евсеевич Лут 43 жылдың қыркүйек айында Днепрден өту кезінде ерлік көрсетеді. Взвод командирінің көмекшісі Лут отырған бірінші десанттық қайық жарылыстан аударылып түскен кезде жауынгерлер мылтықтарын жоғары көтеріп алға ұмтылады. Лут алғашқылардың бірі болып жау орналасқан жағаға шабуыл жасайды. Бұл ретте жауынгерлер өздерінің санын көп етіп көрсету үшін бытырай шабуылдайды. Айлалары жүзеге асып, немістер үрейлене кері шегінеді. Лут траншеяға бірінші басып кіріп жаумен қоян қолтық ұрысқа түседі. Ол қарсы шабуыл кезінде дұшпанның гранаталарын асқан жылдамдықпен өзіне қарай лақтырып үлгеретін еді. Лут 1944 жылы Украинаның оң жағалауын босату кезіндегі шайқаста қаза табады. Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы тракторшысы Луттың майдандасы Иван Иосифович Варепада Днепрден өту кезінде ерлігімен көзге түседі. Пулемет ротасының бөлімше командирі қайыққа орнатылған пулеметтен оқ жаудырып, қаруластарын қорғайды. Жағада пулеметшілер жау шабуылына 4 рет тойтарыс беріп, біздің бөлімшелердің алға жылжуына септігін тигізді.
Иван Варепа соғыстан аман-есен оралып, ауыл шаруашылығымен айналысуды жалғастырады. Әнуар Әбутәліпов те майданнан оралады. Күріш өсіруде жеткен жетістіктер үшін сол кездегі жоғары марапат Ленин орденімен марапатталады. Қан майданнан оралмаған боздақтар арасында ауыл шаруашылық еңбеккерлері де жетерлік. Көрер жарығы таусылмағандар бейбіт өмірді баянды етер ілкімді істерге қайта араласты. Жеңісті жолдарын жемісті еңбегімен жалғастырды. Соғыстан кейінгі алғашқы 5 жылдықтың өзінде Қазақстанда астық өнімі 2,5 есеге, мақта, шикізат 2 есеге, фабрикалық қант қызылшасы 2,5 есеге, күнбағыс өнімі 6, картоп өндіру 2 есеге, жүн өндіру 2 есеге, жұмыртқа өндіру 3 есеге артты. Колхоз және совхоз шаруалары өз ерлігін майдан мен бейбіт өмір деп бөлмей, әр күнін жеңіске арнаған батырлар болып қала береді. Олар адал қызмет етіп, адал өмір сүріп, ұрыста адал жан тапсырды. Олардың даңқы ешқашанда өлмей, жадымызда мәңгілік сақталады.